Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын. Өткен аптада бастаған төте жазу сабағымыз көпшіліктің көңілінен шыққанына біз де бек қуаныштымыз. Сабағымызға Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенттерімен қатар еліміздің әр түкпірінен жас ғалымдар қосылып жатыр. Яғни қатарымыз артып жатыр. Сонымен біз бүгін екінші сабақты жалғастырсақ, біз өткен сабақта 6 әріп өткен болатынбыз. Еске түсіретін болсақ, А, Т, П, Н, Ғ, Р. Осы әріптерді оқып, көз үйретіп, жазып, қол жаттықтырды деп ойлаймыз. Олай болатын болса, біз жаңа әріптерге көшсек. Бұл көз алдарыңызда тұрған ыл. Ыл таңбасы сөздің басында, ортасында, соңында өзгеріп отыратын таңбалардың бірі. Ылдан кейін А келген кезде, ылдың таңбасы мінекей былай өзгеріп кетеді. Бұл басқа дыбыс келгенде, басқа әріп келгенде бұлай өзгермейді. Сөздің басында ла, ортасында ала, сөздің соңында іл. Яғни ыл таңбасы өзіне дейінгі әріптің аяғы жалғанатын болса, жалғайды. Өзінің ылдың да аяғы келесі әріпке жалғанады. Біз әріпін өткен жоқпыз, тек мысал үшін алдым мына жерде. Сөздің басында, ортасында, соңында. Мысал сөздерге келсек, ала, арал, тал, алан, арлан, арала, тала, аталар, апалар, алар. Сонымен ыл таңбасы, ыл дыбысы түсінікті деп ойлаймыз. Келесі әріпке көшсек, У. Удың төбесінде 3 нүктесі бар, мінекей, мынандай. У өзіне дейінгі әріптің аяғы жалғанатын болса, өзіне жалғайды. Ал өзінен кейін удың аяғы келесі әріпке жалғанбайды. Мінекей қарасаңыздар, У, уа, ауа, ну. Н-ның аяғы уға жалғанып кетті. Сонымен сөздің басында, ортасында, соңында удың негізінен таңбасы, формасы өзгере қоймайды. Ауа, алау, тау, уа, анау, науа, ну, алтау, ту, алатау. Сонымен у дыбысы да, у таңбасы да түсінікті деп ойлаймыз. Сонда келесіне көшсек. Ш. Ш-ның таңбалануы сәл ерекше. Байқасаңыздар, төбесінде 3 нүктесі бар. Ш өзіне дейінгі әріпті аяғы жалғанатын болса жалғайды. Ш-ның аяғы да келесі әріпке жалғанады. Мінекей қарасаңыздар, Ш-ның негізгі бас бөлігі жазылады да, Ш-ның аяғы, құйрығы сұқпалып орнына келесі әріп жалғанып кетеді. Ша, бірақ ең бастысы 3 нүктесі сақталады. Аша, іш. Қарасаңыздар, і-ның аяғы Ш-ға жалғанып кетеді. Ш сөздің басында, ортасында, соңында. Сөздің соңында Ш-ның негізгі формасы сақталады. Аша, шал, алаш, ағаш, шана, алаша, шара, раушан, шаш, шарапат. Сонымен Ш таңбасы түсінікті деп ойлаймыз. Келесі И. И, қысқа И мен И бір таңбамен беріледі. Оны бірінші дәрісте айтып өттік. Мінекей, И өзіне дейінгі әріпті де жалғайды. И-дің аяғы келесі әріпке жалғанады. И өзіне дейінгі әріпті де әріптің аяғын өзіне жалғап алады. Мінекей, сөздің басында Я, ортасында айна, сөздің соңында Ши. Ш, И. Мінекей, Ш-ның аяғы И-ге жалғанып кетті. Сөздің соңында кездескен кезде И-дің негізгі таңбаға ұқсас болып келеді. Алайда сәл өзгешелеу. Сөздің басында, ортасында, соңында. Мысал жаттығу көрсек. Айна, ай, айла, шай, тай. Ағай, пияр, лира,
Ti, it. Байқасаңыздар, қысқа иде екеуі бір таңбамен беріліп тұр. Енді келесі әріпке көшсек, о. Алдыңғы әріптерді байқап отырсаңыздар, о мен у ұқсас. У-дің төбесінде 3 нүкте бар еді, о-да нүкте жоқ. О сөздің басында ол, ортасында тола, сөздің соңында нато. Оға алдындағы әріптің аяғы жалғанады, бірақ оның аяғы келесі әріпке жалғанбайды. Сөздің басында, ортасында, соңында таңбасы өзгермейтін әріптің бірі. Ойла, отан, ору. Бұл жерде о мен у бір сөзде қатар кездескен, яғни бір сөзде кездескен. О төбесінде ешқандай нүктесі жоқ, у төбесінде 3 нүктесі бар. Ору, ол, он, шолпан, тон, ойна, торғай, шолпан. Демек, о таңбасы да түсінікті деп ойлаймыз. Келесі қ. Қу, қ сөздің басында, ортасында, соңында. Қ-ның төбесінде 2 нүктесі бар. Оны да ескеріңіздер. Және қайырылып аяғы келеді. Қу, оқа, ақ. Қ сөздің басында, ортасында, соңында. Жаттығу сөздерге қарасақ, қала, қола, қақпа, лақ, қара, қалта, қонақ, қанат, ақпан, қуат. Демек, бұл таңбада сіздерге түсінікті деп ойлаймыз. Келесі д. Д таңбасы да өткен сабақта біз өткен ырға ұқсас. Ырдың аяғы сәл төменірек созылыңқы келсе, д ортасына келген бойда қайырыла қояды. Д өзіне дейінгі келген әріптің аяғы д-ға жалғанбайды. Өзіне дейінгі келген әріптің аяғы д-ға жалғанады да, ал д-ның аяғы келесі әріпке жалғанбайды. Мінекей, доп сөздің басында, сөздің ортасында ода, сөздің соңында иот. Сөздің басында, ортасында, соңында негізінен формасы өзгермейтін таңбаның бірі. Дала, дода, доға, адал, қайда. Мінекей, идің аяғы д-ға жалғанып тұр. Яғни, д өзіне дейінгі әріптің аяғын өзіне жалғайды да, д-ның аяғы келесі әріпке жалғанбайды. Қандай, қандай, бұл жерде н-ның аяғы да и-ға жалғанып тұр, д-ға жалғанып тұр. Қандай, қадақ, дана, дуадақ, ардақ. Сонымен біз бүгінгі сабақта 7 әріп өттік. Бұл әріптерді қайталап оқып көз үйретіңіздер және жазып қол жаттықтырыңыздар. Бұл жаттығумен, дағдымен келетін дүние. Сонымен бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Бұған дейінгі бірінші сабақта 6 әріп өткен болсақ, екінші сабақта 7 әріп өттік. Осы 13 әріпті барынша көбірек жазып, оқып дағдыланыңыздар. Сөз соңында біздің YouTube каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар дегіміз келеді. Сонымен екінші сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.